Сәлем қыздар, тефтели сорпасын жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар картошка, сәбіз, пияз. Енді бірінші картошканы жақсылап турап аламыз. Және сәбізді де тураймыз. Өздеріңіз қалауларыңызша, бұдан да майда қылып турасаңыздар да болады, бұдан ірі қылып турасаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай. Пиязды жақсылап турап, майымызды құйып қазанға. Пияз қосып, пиязды жақсылап қуырып аламыз. Ең алдымен бірінші пиязымыз қуырылып болды дегенде картошка, сәбіз барлығын жақсылап араластырып, барлығын бірге қуыратын боламыз. Томат қоссаңыздар да болады, помидор. Мен салат бар екен, үйде салат қоса салдым. Және үстінен су құйып, 20-30 минуттай қайнатамыз. Бұл сорпамыз қайнайым дегенше фаршқа бір жұмыртқа. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене ыдысқа ұн салып, қолдың көмегімен осылай домалақтап шығамыз барлығын. Осылай дайын болды. Қайнап тұрған сорпаға укроп салып, және тефтелилерімізді салып, 30-20 минутқа қайнататын боламыз. Достар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сорпамыз дайын болды. Мінекей қыздар, дәмі деген өте керемет шықты. Ас болсын.